Саламатсыздар ма? Бүгін біз фортепианода ноталардың қалай, қай жерде орналасқанын үйретемін. Менде синтезатор, клавиатура мында аз. Негізі фортепианода 88 клавиатура болады. Так, егер байқасаңыздар, міне, бір кейбір жерде қара клавиша жоқ. Сонымен ауысып кетеді клавиша, қара клавишалар. Мына қарайық басынан бастап, міне. Екеу, мына жерде үшеу, екеу, үшеу, екеу, үшеу, екеу, үшеу, екеу, үшеу, сөйтіп кете береді. Енді мына жерде біз доны қалай табамыз? Мына ортасы бірінші октава болады. Так, былай етеміз. Екеуін табамыз. Екі қара клавиша. Мына жерде қара клавиша жоқ, мында қара клавиша жоқ. Екеу, үшеу. Екеу, үшеу дедік, е? Соны мына екі қара клавишаның, мына бірінші клавишаның сол жағы до болады. Көрдіңіздер ме? Міне, мына жерде үшеу, екеу, міне, до, ре. Не? Так, енді мына жерден табамыз, міне. Келді қой, міне. Мына жерде тағы да бұл екінші октава болады. Мына жерде қара клавиша жоқ, мына жерде де қара клавиша жоқ. Мынау до. Осылай, міне. Доға 5-ші саусақты қоямыз. Мынандай саусағымыздың жұмсақ жерін. Былай қоямыз да, осылай. До, ре, ми, фа, соль. Бірінші, екінші, үшінші саусағымызды ляға қоямыз. Ля, си, до, си, ляға келеміз да. Сольға саусақты былай қоямыз. Фа, соль, фа, ми, ре, до. Тапсырма, осыны үйреніңдер.